бір нәрсе бар. Мен 8-ші класста аяқтаған кезде менің анам қайтыс болды. Менің сол ұнатып тұрмысқа шыққан адамым ажырасайық. Эльмира, сен маған сондай ажырасуға рұқсат бер деп. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Эльмира. 1968 жылы Жамбыл облысы Мерке ауданында қарапайым отбасында дүниеге келдім. Менің өмірге келуімнің өзі де бір қызық нәрсе. Себебі маған осы нәрсені әжем айтып отыратын еді. Менің анам маған дейін бірнеше құрсақ көтеріп дүниеге нәрестелер алып келген екен. Бірақ оның ешқайсысы да тұрмаған. Содан әжем Құдайға жалынып, Құдайым бізге бір қара қыз бере көрші деп сондай сұрапты. Сол кезде сол әжем айтады, менің сұрағаным бойынша сен сияқты қара қызды Құдай бізге сыйлады деп. Мен үйде жалғыз қыз болдым. Менен кейін 3 бауырым, 3 інім дүниеге келді. Және олардың барлығы аман есен қазір менің жанымда сондай бақытты отбасылар. Бірақ та олар Исамен бірге емес. Сол мен жалғыз қыз болғандықтан өте ерке болып өстім. Әжемнің қызы болғандықтан әкемді ағам сияқты, анамды әпкем сияқты көрдім. Мен не айтсам, сол нәрсе біздің үйде дұрыс болатын. Және мені тек қана өзімнің отбасым ғана емес, нағашыларым, әкемнің жалғыз інісі, балалық шағымды айтатын болсам, балалық шағым өте бақытқа толы болды. Бірақ бір нәрсе бар, мен 8-ші класста аяқтаған кезде менің анам қайтыс болды. 1985 жылы орта мектепті бітіріп, Қарағанды қаласындағы педагогикалық институттың физика және информатика факультетіне оқуға түстім. Осы студент кезімде 1986 жылы мен бірінші рет бір орыс апайдан Иса туралы естідім. Бұл кісі маған неге ол Иса туралы айтып жатыр? Ол Иисус орыстың құдайы ғой деп, сондай жүрегімде сондай орыстың құдайы деген сенім болды. Болмайды дейді. Бірақ алдында біз түсіргенбіз, разрешение бәрі сұрап қойған ғой негізі. 1990 жылы сол институтты жолдасымыз екеуміз бітіріп, мен сол 1989 жылы тұрмысқа шықтым, және 90 жылы институтты бітіріп, жолдасымыз екеуміз қайтадан ауылға, сол жолдасымның ата-анасының үйіне қайттық. 1993 жылы екінші баламды дүниеге алып келдім. Бірақ осы 1993 жылдан бастап менің өмірімде қиыншылықтар бастала бастады. Ол қиыншылықтардың ең бастысы менің сол ұнатып тұрмысқа шыққан адамым ажырасайық. Эльмира, сен маған сондай ажырасуға рұқсат бер деп сондай сұрай бастады. Ешқандай ұрыссыз, талассыз екеуміз екі жаққа ажырасып кеттік. Міне осы уақытта менің өмірімде сұрақтар көбейе бастады. Не себепті адам осы өмірге келгеннен кейін бақытты болмайды? Сондай не себепті өзіңнің жақсы көрген адамың қалай тастап кетеді деп сондай жүрегімде сұрақтар көбейе бастады. Сол 93 жылдың ноябрінде екінші балам дүниеге келді. Мен 1994 жылы мектепке жұмысқа шықтым. Және осы жұмыс істеп жүрген кезімде көптеген сондай дұрыс емес нәрселерді көрдім, шындық емес нәрселерді көрдім. Құдай, сен барсың ба? Бар болсаң кімсің? Мен жап-жаспын,
қалай сенің алдында таза өмір сүруіме болады деп сондай ойлар мазалай бастады. Осы ойлардың жетелеуімен мен ойладым, маған ең бірінші осындай таза жүру үшін Құран кітапты алып оқу керек деп. Содан Құран кітапты қолыма алып, сол кітапты оқи бастадым. Бірақ ол кітапты оқығанмен өзім түсінбейтінмін. Қызым екеуміз таңертеңнен сабақта болып, тамақ ішпеген, қарнымыз аш, не істерімізді білмей, сол жолдасымның әкесінің үйіне бардық. Ол кісілер мен барғанда өте керемет қарсы алды. Керемет өзгеріс бар екен сол үйде. Олар мені, сені Құдай ертіп келді, шынымен сені Құдай жетелеп келді деп маған сондай Құдайға ризашылықтарын білдіріп, сондай жылы лебіз білдіріп жатты. Ал мен болатын болсам, қайдағы Құдай бұлардың айтып тұрғаны? Қалай мені Құдай алып келеді? Менің өмірім қиыншылыққа толып тұрса, бұлар неге маған қайта-қайта Құдай әкелді деп айта береді деп, сондай ішімде сондай ойлар болды. Бірақ та оларға қарап отырып, мен бір нәрсені түсіндім. Олардың өмірінде керемет өзгеріс болған, және жүректері сондай қуанышқа толы, өмірлері өзгеріп жатқанын көрдім. Сендерге не болған? Сендерде бір өзгеріс бар деп сұрап едім. Айман маған тұрды да, Емка, біз тірі Құдайды таптық деп қуанып сондай жеткізді. Мен тұрдым да, ішімнен тағы да, немене сонда тірі Құдай, өлі Құдай, сонда әртүрлі Құдай бар ма деген ой келді. Менің қолыма кішкентай Киелі кітап деген кітапты берді. Мен ол кітапты оқып едім. Менің жүрегімдегі бүкіл сұрақтарыма сол кітап жауап бере бастады. Атам болса қиналып, балам, бұл кітапты оқысаң, сені көптеген адамдар қудалайтын болады деп маған жан ашыды. Бірақ мен папама, папа, мен Құдай туралы өте көп білгім келеді, мен кітап оқығым келеді, беріңізші деп сұраған кезде, ол кісі ешкімге көрсетпе балам, тек қана өзің оқы деп маған 2 пакет толған кітап берді. Мен үйге келіп, сол кітаптарды оқи бастадым. Содан 2 баламды ертіп, 1999 жылы 7 март күні Алматыдағы қауымына келіп, сол жерде Құдайдан кешірім сұрадым. Сол тәубеге келген күнгі менің жүрегімдегі қуанышты ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жүрегімде сүйіспеншілік, далаға шығып барлық адамды құшақтап сүйгім келеді, және денем жеп-жеңіл, өте жеңіл болдым. Мен Меркеге қайттым. Меркеге келгеннен кейін мен ондай сенуші қауымды таба алмадым. Содан Луговойда және Таразда мәсіхші бауырлардың бар екенін естіп, сол кісілермен хабарласып, сол кісілермен бірге араласып тұрдым. Және Луговойда қауым бар болатын, сол жерге қауымға бара бастадым. Өмірімде өте көп қиыншылықтар болды. Бірақ та сол қиыншылықтар үшін мен Құдайға үлкен рахметімді айтамын. Сол қиыншылықтар арқылы Құдай мені шыңдады. Сол қиыншылықтар арқылы Құдайға деген сенімімді нығайтты. Сол үшін Исама керемет алғыс, атақ, даң, мадақ, құрмет айтқым келеді. Иса маған көп уәделер берді. Сені жалғыз тастамаймын, қалдырып та кетпеймін деген оның уәдесі бар. Мен ойламаған жерден 2004 жылы тағы да мені тұрмысқа шығарып, тағы да маған баланы сыйға берді. Қазір біз Астана қаласында жолдасым Қуанышбек екеуміз қызмет етіп жүрміз. Мен Құдайға үлкен рахмет айтамын. Сол үлкен балаларым Құдай өмірлерін баталап, қазір қызым тұрмыста, жолдасы сенуші, ұлым үйленді, оның да жұбайы сенуші, және Құдай маған 3 немере сыйлады. Матайдың 11 тарауы 28 аятында: қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрін, жандарыңды мен рахатқа бөлеймін дейді.
егер де сіздің жаныңыз қатты қиналып шаршап шалдығып жүрген болсаңыз, ол сіздің жаныңызды рахатқа бөлейді. Үлкен сәлем айтып жатыр деп, сол сәлемді әкелдік деп айтасың ғой, үлкен сәлем.